Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін талшын бір жасағаннан шығатын өте дәмді жұп-жұмсақ дастарханның сәнін ашатын күлше нан дайындайтын боламыз. Менің басқа да рецептерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қолдап кетіңіздер. Қажет заттарымыздың барлығын астына жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып алатын боламыз. Үстінен сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Содан соң сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырып, бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Үстінен тұз салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және құм шекерімізден бір ас қасық салып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Және ашытқымыздан бір шай қасық салып алдық. Ашытқыны көп салудың қажеті жоқ. Осылай жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, осылай аз-аз бөліктен салып, қамыр илейміз. Осылай ұнды көз мөлшерімен аз-аз бөліктен салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамыр қатты болып қалмасын, ашыған соң нан дұрыс көтерілмей, нанымыз жұмсақ болып шықпайтын болады. Осылай жақсылап қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Міне осылай арасында іртік араласпай қалған қамырлар болса, қолдың көмегімен жақсылап басып, осылай мұжып аламыз. Міне дайын болған қамырымыздың үстінен сұйық май құйып, қалған іртіктерін барлығын осылай мұжып дайындап алдық. Қамырымызды қайтарып, енді қақпағын жауып 2 сағатқа осылай үстінен орамалмен жауып қалдыратын боламыз. Жылы жерге қойып қоямыз. 2 сағаттан соң ашыған қамырымызды тағы да ашып қайтаратын боламыз. Одан соң ұнымызды аз бөлігін сеуіп, осылай ашыған қамырымызды салып аламыз. Осылай күлшелерге бөліп алатын боламыз. Менде ашытылған қамырдан 7 күлше шықты. Барлығын осылай дөңгелек етіп, суалып, күлшелеп алатын боламыз. Қалауларыңызға қарай осылай үлкен, кіші етіп жасай бересіздер күлшелеріңізді. Мен осылай кіші көлемде 7 күлше шықты менде. Немесе үлкен етіп 4 күлше, 3 күлше осылай жасап алсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға қарай. Немесе таразы болса, таразыға өлшеп жасай берсеңіздер де болады күлшелеріңізді. Міне осылай алдын ала противеніміздің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай дайындап алған 7 күлшемізді осылай барлығын салып шықтық. Бетін орамалмен жауып, 15 минут көлемде көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Не осылай бетін жауып қойған орамалымызды аламыз. Күлшелеріміздің барлығы көтеріліп, өте керемет болып тұр екен. Енді ортасын қолдың көмегімен осылай басып шығатын боламыз. Піскен соң қатты көтеріліп кетпесін жасайтын боламыз. Және үстінен шанышқының көмегімен барлығының ортасын басып шығамыз. Немесе нан тескіштеріңіз болса, сонымен де жасап шығуға болады. Осылай барлығын жасап шықтым. Және бетіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт құйып, осылай күлшелеріміздің бетіне барлығын жағып шығатын боламыз. Толықтай жағып алдым барлығына. Күлшелерімізге әсемдік үшін күнжіт пен макты араластырып отырып, барлығының бетіне сеуіп шықтым толықтай. Енді қызып тұрған алдын ала пешімізде 180 градуста күлшелеріміздің барлығын салып пісіріп алатын боламыз. Күлшелеріміздің барлығы толықтай пісіп шықты. Өте керемет, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Ыстықтай осылай сары май жағып жесеңіздер өте керемет болады. Қазір қызыма жегізейін деп жатырмын, күтіп отыр. Осылай күлшеміздің піскенін, оған қатты ұнады. Өте керемет, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын болады. Рецепт ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдап, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Ас болсын.